Иранда халық үшінші күн наразылыққа шығып жатыр. Орталық банк басшысы отставкаға кетсе де, халық оған да көнбей отыр. Не болып жатқанын түсіндірейін. Өткен жексенбіде Тегеран базарында наразылық басталған. Бірінші болып көшелерге дүкен иелері, саудагерлер шықты. Олар ұлттық валютасы реалдың құлдырауына және инфляцияға қарсы. Себебі реалдың құнсыздануы саудагерді баға қоя алмайтын, тауар әкеле алмайтын және шығынға бататын жағдайға түсіреді. Сондықтан да дәл осы топ наразылықтың алдыңғы шебіне шықты. Мысалы, дәл қазір $1 1.450.000 реалға тең. Дәл осындай жағдай 2019 жылы болған еді. Сол жылы проблеманы билік бензинді қымбаттату арқылы шешеміз деп, сол кезде де қарсылыққа тап болған. Ал енді наразылық фонында билік тағы салықты көтереміз деп басы дауға қалды. Желіде тараған видеолардан халық қарсылығы қақтығыстарға жеткенін байқаймыз. Ал үшінші күні бұл тек ел астанасында емес, басқа қалаларға да таралған. Олардың наразылығына ірі университет студенттері де қосылған. Олардың келуімен халық талабы саяси радикал күйге жетті. Қауіпсіздік күштерінің белсенділігіне қарамастан, демонстранттар көшелермен жүрісін жалғастырып, үкіметке қарсы ұрандар айтты. Бақ мәліметінше жиналғандар диктатураға өлім деп айғайлаған. Бұл елдің жоғары көшбасшысы Аятолла Али Хаменейге меңзеу болған. Ал билік өкілдері өз кезегінде диалогқа дайын екенін мәлімдеді. Ал ел президенті Масуд Пезешкиан наразылық білдірушілердің талаптарын заңды деп атады және үкіметті олардың талабына құлақ асуға шақырды. Ол әлеуметтік желідегі жазбасында ішкі істер министріне наразылық өкілдерімен келіссөз жүргізуді тапсырған. Осылайша үкімет барлық жауапкершілікті сезіне отырып, мәселелерді шешу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға мүмкіндік беруге тиіспіз дейді. Осы арада ол Иранның орталық банкінің төрағасы Мухаммад Разе Ферзиннің отставкасын қабылдап, бұл қызметке бұрынғы экономика және қаржы министрі Абдул Насер Хемматиді тағайындады. Алайда билік диалог ұсынып отырғанымен көшедегі жағдай мен оларға күш қолдану бұл уәденің қаншалықты орындалатынына күмән туғызады. Ал бұл жағдайға өз кезегінде ақш пен Израиль биліктері пікір білдірді. Мәселен, ақшта бірқатар конгрессмен мен өкілдер палатасының сыртқы істер комитеті Иран халқын қолдайтынын мәлімдеді. Ал Израиль үкімет басшысы Беньямин Нетаньяху Ирандағы өзгерістер тек іштен келуі мүмкін екенін айтып, бұл наразылықтарды экономикалық қысым мен репрессивті саясаттың нәтижесі деп атады. Әзірше осылай өзекті ақпараттарды түсіндіреміз, арнаға жазылып қойыңыз.